Сәлем достар, сіздермен бірге Омар Нұрбек. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кнопканы Arduino'ға жалғау арқылы кнопканы басқанда светодиодты жағып өшіреміз. Ол үшін бізге керекті тізімдегі элементтеріміз Arduino Uno платформасы, макетная плата, кнопкамыз керек, светодиод және осы екі компонентке резистор керек. Біздің кнопкамызға 10 килоомдық резистор, сол себепті бірден 10 килоом деп жазамыз. Ал светодиодымызға 220 омдық резистор керек. 220 ом. Енді жалғану схемасы. Біздің светодиодымыз анод аяғы через резистор арқылы Arduino'мыздың 12-ші аяғына жалғансын. Оны біз кез келген Arduino'мыздың жоғарғы кез келген пиндарына жалғасақ болады. Бұның түсін қызыл түс, жасыл түс қылайық. Ал катод аяғы бізде минусқа жалғанады. Оны біз мына жердегі ортақ пиндарға жалғаймыз. Бұның түсін қара түске бояйық, өйткені бізде минус. Ал осының барлығын аламызда GND-ға жалғаймыз. Яғни мына жердегі барлығы бізде минус дегенді білдіреді. Енді келесі кнопка. Яғни біздің кнопкамыздың оң жақ төменгі аяғы через резистор арқылы GND-ға жалғанып тұр. Бұның сол жақ төменгі аяғын Arduino'мыздың 5 вольтына жалғаймыз. Ол төменгі жағында орналасқан 5 вольт. Бұны қызыл түске бояйық. Және осы кнопкамыздың жоғарғы оң жақ бөлігін Arduino'ға жалғаймыз. Мысал ретінде 10-ші пин болсын. Бұның түсінде жасыл түске қойайық. Так, осылай. Бұл жерде бізде жұмыс істеу принципі қандай? Яғни біздің Arduino'мызда кнопка басылмаған кезде всегда оған 0 деген вольт барады. Өйткені оған прямой резистор, подтягивающий резистор деп аталады. Минусқа жалғанып тұр. Ал егер біз кнопканы басқан жағдайда оған 5 вольт барады. Яғни осы арқылы бізде кнопка басылды немесе басылмағандығын біледі. Енді программасына көшейік. Біз текст күйін таңдаймыз. Продолжить. Алдыңға дайын тұрған программаны өшіреміз. Ең алдымен бізде екі команда бар. Ол void setup және void loop. Void setup бір рет команданың басында орындалады. Void loop екінші тұрады void setup'тан кейін, және бұл бесконечно орындалады. Енді айнымалы берейік. Бірінші кнопкаға int button тен бізде 10-ші пинға жалғанып тұр. Келесі светодиодымыз LED бізде ол 12-ші пинға жалғанып тұр. Енді void setup'тың ішінде pinMode деген команданы жазамыз. PinMode деп атқанымыз қай пиніміз қандай режимде жұмыс жасайтындығын көрсетеді. Бізде button кнопка input режимде жұмыс жасайды. Ал светодиодымыз керісінше шығыс режимде жұмыс жасайды. Сол себепті оны output деп көрсетеміз. Output. Енді келесі void loop. Енді біз кнопка басылмағандығын digital read деген команда арқылы анықтаймыз. Ол үшін қандайды бір переменный берейік. Int, мысалы ретінде btn. Ол оқиды digital read button деген пинімізден. Енді келесі if деген команданы жазамыз. Егер біздің яғни кнопка басылған кезде btn high болады, басылмаған кезде low болады. Сол себепті btn high болған кезде онда светодиодымыз жанады. Digital write LED high. Немесе else
digital write let low дейміз. Енді программамызды қосайық. Начать моделирование. Біз кнопканы басамыз. Светодиодын жанады. Кнопканы алған кезде өшеді. Басамыз, жанады. Кнопкамызды жіберген кезде өшеді. Бұны керісінше істесек те болады. Яғни кнопка басылған кезде светодиодымыз өшу керек. Ол үшін хайдың орнына ол үшін тоқтатамыз. Одан кейін барып кодымызды өзгерте беруімізге болады. Low дейміз. Яғни бұл жерде керісінше жүреді. Яғни кнопка басылмаған кезде бізде светодиодымыз жанық тұрады. Кнопканы басқан кезде светодиодымыз өшеді. Кнопкамызды алған кезде уже светодиодымыз жанатын болады. Егер сіздер қандай да бір түсінбеген сұрақтарыңыз болса, видеоның астындағы комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады.